Құрметті қазақ елі, сіздерді тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Осы тәуелсіздігіміздің алғашқы жылдарында мемлекетіміздің нышандары белгіленіп, ұлттық валютамыз айналымға енді, ата заңымыз қабылданып, қарулы күштеріміз құрылды, шет мемлекеттерде дипломатиялық қарым-қатынастар орнатылды. Өзім осы сыртқы саяси саласында жұмыс істегендіктен, сыртқы саяси саласындағы бірнеше көптеген жұмыстар атқарылған болатын. Оның бірі 2010 жылы Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуі. Сол жылы осы ұйымның үлкен мемлекет басшыларының саммитін осы елордада өтуі. Сонымен қатар 2017-2018 жылдары Қазақстанның Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшелігіне сайлануы. Бұның бәрі біздің сыртқы саяси саласындағы атқарылған жұмыстар деп ашық айқын айтуға болады. Сонымен қатар ел тәуелсіздік тұсында тарихи мәселелерге де айтып өтуге болады. Ол мынау біздің 2015 жылы Қазақ хандығының 500 жылдығы аталып өтті. Өткен жылы Алтын Орда ұлы ұлыс жошы ұлысының мерейтойы аталып өтті. Жақын уақытта Ұлытау өңірінде Жошы хан мәдени тарихи кешенінің ашылуы. Мұның бәрі де осы тәуелсіздік жылдарындағы атқарылған еңбек. Баршаларыңызды осы тәуелсіздігіміздің 30 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Мереке құтты болсын.